Сәлем достар, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Білесіздер, иә, мен Астана қаласынан Ташкентке, Өзбекстанға келдім. Мендегі проблема тырнақ және терімде жаңағыдай мозоль сияқты терім қатайып кеткен да. Оны Қазақстанда жаңағыдай диагноз қоя алмады. Бұл терідегі проблема 9 жасында басталған. Оған мән бермегем, ал тырнақтағы жаңағыдай ағарып кету, оның псориаз екенін, диагноз екенін 5 жылдан бері Астана маған жалпы қоя алмаған, жалпы Қазақстан қоя алмаған. Қазақстанда мықты деген дерматологтың барлығына бардым. Соны енді тәуекел жасап, мен осы Өзбекстанға келдім, Ташкентке келдім. Ташкентте ең жақсы деген жаңағыдай адамдардан сұрайсың ғой, қай жақ жақсы, кім жақсы, қандай дәрігер жақсы деп. Сонымен енді сұрастырып, осы Ташкенттегі жаңағыдай республикалық деген деңгейдегі дерматовенерологиялық клиникаға келдім. Бұл жақта не только дерматология, бұл жақта бір жағынан косметологиясы да өте жақсы дамыған. Негізі Қазақстанда тұратын болсаңыздар, беттеріңізде проблема болса, жалпы осында келіңіздер. Жаңағыдай Астанада неше түрлі косметологиялық орталықтар өте көп қой, бірақ олар сіздің бетіңізді ғана жалпы қарайды да, ана ішкі ағзаңызды қарамайды. А мұнда сіздер ішкі ағзаңыздан бастап теріңізге дейін барлығын емдейтін болады. Бұл кісі менің дәрігерім Назира Арасолова. Бұл кісі маған тырнағыма қарап сразу диагнозды қойып бастады, анализдер алды, лечениемді жасады. 10 күн бойы маған жаңағыдай кіретін кабинеттің барлығын түсіндірді. 10 күн бойы маған не істеу керек, қандай дәрі ішу керек, оның барлығын түсіндірді. Енді мен қазір больницадан шығып жатырмын. Бұл менде бірінші процедура болуда. Енді псориаз диагнозы қойғаннан кейін псориаз кем дегенде 6 айда бір келеді екен. Егер де сізді витилиго диагнозы мазаласа, онда витилигомен көп пациенттер 2 айда келеді. Витилиго тез емделеді, чем псориазға қарағанда. Егер сізде теріде проблема болса, жаңағыдай жара шығып кететін болса, грибок болса, жалпы теріңіздегі проблеманы анықтай алмай жүрсеңіз, онда міндетті түрде осында келіңіздер. Бұл кісі мен дәрігерім, номерін қалдырып кетемін. Жалпы телеграмын қалдырамын, инстаграмын қалдырамын, номерін қалдырамын. Осы кісіге жазсаңыз сізді қабылдайды. Сіз Қазақстаннан қандай пациенттер келеді, соны айтып кетсеңіз. Bizaga Qozog'iston, Tojikiston, Turkmanistondan patsientlar keladi. Bu yerda eng oxirgi innovatsion usulda davolaymiz. Biza laboratoriyamiz ham juda ham kuchli, hamma apparatlarimiz bor, kerakli apparatlar. Shuning uchun hammanglarni taklif qilamiz. Agar Qozog'istonda yoki Tojikistonda davo topolmayotgan bo'lsanglar, bizaga kelib, albatta davo topib ketasizlar. Псориаз 6 айда бір келеді, ал витилиго 2 айда бір, 2 айда бір келеді. Витилиго результат сразу bo'ladi ма? Mana vitiligani stadiyasiga, misol uchun bosqichiga qarab sekin-sekin rezultat bo'ladi, lekin hozir kelayotgan patsientlar ko'pchiligi довольныйda, ya'ni rozida ko'pchiligi. Shuning uchun sekin-sekin yaxshi bo'lib, har 2 oyda bir xillarniki har 4 oyda effekt bo'lyapti. Har 4 oyda keladi. Hammasi stadiyasiga qarab keladi bizda. Soch полный to'kilib qoladi. Shunaqalar necha oyda rezultat bo'lishi mumkin? Soch полный to'kilib qolganda, mana Instagramimda ham ko'rishingiz mumkin. Bitta kurs lecheniyadan keyin effekt bo'lyapti. Chunki shunaqa apparatimiz bor, bizani lazerlarimiz bor, o'sha soch ildizini tiklab beradi. Soch, qo'z, kirpik to'kilishi bolalarda ham bor. U nimadan bo'ladi? U ko'pincha nasliy kasallik hisoblanadi, yoki bola qattiq stressga tushganda yoki nimadirdan qattiq qo'rqib ketganda kelib chiqadi. Buni o'zi professorlarimiz bor, professorlarga olib kirib, biza konsiliumlar o'tkazib, to'g'ri tashxis qo'yib, keyin o'sha davosini boshlaymiz. Anavi betga o'g'ri prishi hammasi chiqadi-yu. Shu necha protsent kerak? Endi ugrini stadiyasiga qarab baholanadi bu narsa. Birinchi navbatda to'g'ri tashxislab olish kerak, diagnostika to'g'ri qilib olish kerak. Shunga qarab keyin etapma-etap davolaymiz. Bitta etap emas, 3-4 marta kelib davolanadi bizda. Ana o'shandagina o'zi xohlagan natijaga erishishi mumkin. Dostlar, plazmafarez degan bu yoqda prosedura bor. Plazmafarez Қазақстанда мен естіген жоқпын. Ол жалпы негізі аллергияның кетуіне, жаңағыдай қан қысым дейді ғой, давлениенің жоқ болуына әсер тигізетін. Мен бір плазмаферез жасаттым. Енді бұйырса Алла қаласа тағы 1 айдан кейін келуге тырысамын. Именно осы плазмаферез үшін. Плазмаферез неше pul тұрады? Plazmafarez pulini Plazmafarez nerezidentlar uchun, rezident emaslar uchun 1,5 million turadi, rezidentlar uchun 1 million turadi.
1,5 миллион деген достар, ол 55 мың 60 мың теңге аралығында. Ал жаңағыдай Өзбекстан азаматтарда ол 1 миллион, ол где-то бір 45-40 мың, даже 35 мың шамасы. Енді Өзбекстан сумма әр күні әртүрлі болады. Қыздар, дәрігер номерін барлығын қалдырамын. Келіңіздер, емделуге келетін болсаңыздар, алдын ала жазыңыздар, алдын ала жазсаңыздар, сіздерді күтіп алады. Жаңағыдай кезек күтіп қалмайсыздар, уақыттарыңызды жоғалтпайсыздар. Бір екі күн қорықпаңыздар, жаңағыдай туысым жоқ деп. Отельдер өте көп мұнда. Гостиницалар өте көп. Бір екі күн гостиницада жатып, одан кейін больницада жатып емделуге болады. Мысалы, сіздер диагнозға жаңа фотоларды жібересіздер ғой. Сол кезде сіздерге бірден айтады, жатып емделесіз, немесе жатпай просто так бір күнде бітеді шаруаңыз деп айтады. Және мен осы Өзбекстан таңғалғаным, подолог деген специалист бұл жақта дәрігер екен. Бізде Астанада подолог деген білесіздер, барып жүргендеріңіз бар шығар, тырнақ етке өссе, етке қарап өссе, жаңағыдай оның барлығын педикюр жақ салонға барады да. Ал бұл жақта подолог деген дәрігер екен. Подолог деген дәрігерді статус алу үшін общий медицинаны оқиды екен, дерматологияны оқиды екен, сосын барып подологияны оқиды екен. Осыны қазақстандағыларға айту керек, подолог деген дәрігер екен ғой деп. Әйтпесе мен өзім таңғалдым шындап келгенде. Ал енді достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Теріде қандай проблема бар, соны комментарий жазып кетіңіздер. Комментарий арқылы менде көмегін тиіп қалады. Сіздермен болған мен Айнагүл Жаманбай және Расулова Назира Анваровна. Сіздермен келесі видеода жолыққанша, бұйырса келесі келуім Алла қаласа 6 айда емделуге тағы да келемін. Алла бұйыртса, ниетім бар келу. Ал енді плазмафорезге 1 айдан кейін келемін бұйырса. Сау болыңыздар.